Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы спорт денсаулық кепілі. Бүгінгі сабақта спорт түрлерімен танысасың. Спорттың денсаулыққа қандай пайдасы барын білесің. Спортпен айналысатын адамның бойындағы қабілетін анықтауды үйренесің. Суреттерге қара. Адамдардың спортпен айналысуының негізгі 3 себебін ата. Балалар, адамдар неге спортпен айналысады? Осы сұраққа жауап беріп көрейік. Спорт адамдарға қуаныш сыйлайды. Өзің ойланып көрші, кез келген жарысқа қатысып, жеңіп шықсаң, қандай қуаныш. Сонымен бірге, спортпен айналысқан адамның денесі сымбатты, қайратты, әрі денсаулығы мықты болады. Денсаулық адамның ең қымбат дүниесі. Сондықтан біз денсаулығымызды нығайту үшін спортпен айналысуымыз қажет. Адамдар айналысуға болатын спорттың 200-ден астам түрі бар. Спорт мерзіміне байланысты қысқы және жазғы спорт түрлері болып бөлінеді. Сендер экраннан жазғы спорт түрлерін көріп тұрсыңдар. Жазғы спорт түрлері арнайы ареналарда, стадиондарда, тағда басқа жылыту жүйесі бар алаңдарда өтеді. Жазғы спорт түрінің ерекшелігі бұнда қарды, мұзды талап етпейді. Жазғы спорт түрлеріне волейбол, баскетбол, гимнастика, биіктіктен секіру, тағда басқа бірнеше спорт түрлері жатады. Ал қысқы спорт түрлеріне шаңғы тебу, мұз хоккейі, биатлон деген спорт түрлері жатады. Қысқы спорт түрлерінің ерекшелігі бұнда мұздың болуы міндетті. Сен қандай спорт түрімен айналысасың? Ол спорттың түрін таңдау себебің бар ма? Бұл спортқа келер алдында өзіңе қандай мақсат қойдың? Саған Айжан мен Асқардың берген жауабы ұнады ма? Не себепті? Мысалы, Асқар айтыпты, мен шынығып, денім сау болу үшін спортпен айналысамын. Ал Айжанның жауабын тыңдап көрейік. Мен спорттық жарыстарға қатысып, жеңіске жеткім келеді. Сен білесің бе? Әр 4 жылда бір рет олимпиадалық ойындар өткізіледі. Дүние жүзінің спортшылары кім күшті, кім жылдам, кім төзімді екенін анықтау үшін күш сынасады. Ең алғашқы олимпиадалық ойындар 3000 жылдай бұрын ежелгі Грецияда өткізілді. Олимпиадалық ойындарда жүлделі орындарға ие болған қазақстандық спортшылар туралы сен не білесің? Экранда қазақстандық спортшылар: Жазира Жаппарқұл, ауыр атлетика; Елдос Сметов, дзюдо; Эльмира Сыздыкова, еркін күрес; Дариға Шакимова, боксшы; Данияр Елеушінов, боксшы; Әділбек Ниязымбетов, боксшы; Ниджат Рахимов, ауыр атлетика; Серік Сәпиев, спортшы; Ольга Рыпакова, жеңіл атлетика. Бұл спортшылар біздің қазақстандық спортшылар. Үздік спортшылары. Пантомима. Қимыл қозғалыс арқылы қандай да бір спорт түрін бейнеле. Сыныптастарың тапсын.
балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болған шығар.